Biz қазір пайғамбармен амандасуға бара жатырмыз. Абу Бакр мен Омармен. Жалпы кіру проблем жоқ бұл жерде. Кез келген адам кіре алады. Бірақ Раудаға кіру қиын. Раудаға кіру үшін сізде негізі біріншіден туристический виза емес, умра виза болу керек. И сосын приложение арқылы. Кімде туристический виза, Раудаға кіру практически нереально. Тұр, кейбір адамдар айтып бүйтіп бірден кіріп жүр. Особенно әйел адамдарға кіру қиын өте. Еркектер пайғамбармен амандасуға саллаллаху алейхи вассалам кіре бере алады. Спокойно міне. Бара жатырмыз. Қазір көрсетем. Ал әйел адамдарға қиын. Шынымды айтсам, не себеп мен білмеймін. Әйтеуір сондай болып ұстаған. Қазір Раудада әйелдердің дауыстары шығып отыр. Кімде умра виза, солар шыға береді. Қазір. Иншалла. Мына жерден жақыннан өту үшін қызылдың артынан өту керек. Міндетті емес. Біз әйтеуір өтеміз қазір. Окей. Тайып. Міне, пайғамбар салсам. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Абу Бакр, Омар. Ассаламу алейкум я Расулуллах. Ассаламу алейкум я Абу Бакр. Ассаламу алейкум я Омар. Бәрімен амандастық. Бұл енді сүннет емес, сразу айтайын. Енді мұстахаб деп айта алмаймыз, желательно. Просто келіп пайғамбармен амандасып шығу болды. Біз соны жасадық. Алла тағала ертең махшарда, жәннатта, иншалла, пайғамбармен бірге болуды нәсіп етсін. Қалай осы жерде амандассақ пайғамбармен, саллаллаху алейхи вассалам, ертең мәңгілікті пайғамбармен амандасу жазсын. Қол ұстасып, құшақтап. Өйткені сол кісі ғой бізге себепші болған иманға келуге. Альхамдулилля, исламның жайылуына. Аллаға шүкір. Міне, анау зеленый купол, жасыл купол, пайғамбардың жатқан жері, соның белгісі. Аллаға шүкір. Біз ана жақтан кірдік те, тура осылай кіріп шығып, осы жерден бірақ шықтық қой. Алла тағала пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам бізге шапағат жетуге нәсіп етсін. Амин.